Гравитон деген не? Гравитон тартылыс күшін тасымалдайды деп болжанатын гипотетикалық теориялық бөлшек. Гравитонның спин 2-ге тең, массасы 0, жарық секілді. Жары жылдамдығымен бірдей қозғалады. Гравитон идеясы қайдан шыққан? Кванттық күш тасымалдаушылар моделі. Электромагнетизм, яғни фотон, ядролық күштер, ол жерде глюон, Хиггс бозондары. Гравитация, гравитон, яғни теориялық деген мағынаны білдіріп тұр. Жалпы енді бұл жердегі жалпы мақсат салыстырмалылықпен кванттық физиканы біріктіру. Гравитонның идеясы. Гравитонның қасиеттеріне тоқталып кететін болсақ, массасы 0-ге тең, ешқандай масса болмайды. Спин 2-ге тең, тек тартылыс тудырады бұл жерде. Гравитациялық толқындар гравитондардың көптік күйін білдіреді бізде. Және де материямен өте әлсіз әсерлеседі. Жалпы негізінде гравитонды байқау өте қиын. Енді қазіргі таңда гравитонды қалай іздеп жатыр деген сұрақ көптеген адамдарда сұрақ болып жатында тұр. Ең біріншіден LIGO, VIRGO деген бізде гравитациялық толқындар. Сол арқылы іздейді. Және де үлкен адронды коллайдер. Ол жерде энергияның жоғалу іздерін толыққанды зерттейді. Және де космология саласында ерте ғалам сәулеленуі. Сол арқылы да барлығын қарастырып іздеп жатыр. Және де теорияларға тоқталып кететін болсақ, струна теориясы деген бар. Қазіргі таңдағы көптеген адамдарды осы ойландырып жатыр. Және де кванттық гравитация. Сонымен қатар бізде гравитон әлі тікелей негізінде табылған жоқ. Ол тек теориялық тұрғыда ғана айтылатын бөлшек. Неліктен гравитон маңызды? Ең біріншіден кванттық гравитация жасаудың кілті болып табылады. Екіншіден әлемнің бастапқы кезеңін түсіндіреді. Жалпы әлем қалай пайда болғандығын осы гравитон бөлшегі ашылу процесінде толыққан түсіндіруге мүмкіндік береді. Үшіншіден қара құрдымдардың ішкі физикасын түсіндіреді. Яғни қазіргі таңға әлі де қара құрдымның ішінде не бар екен, қандай процестер болатындығын физикалық тұрғыда ешкім әлі таба алмады. Яғни оны табу үшін құрылғылар өте мықты даму керек. Яғни оған әрине уақыт кетеді. Төртіншіден стандартты модель жаңа физика. Яғни гравитонның маңыздылығы бұл жерде біздің қазіргі таңдағы физиканың заңдары ескіріп қалады, егер гравитон ашылған жағдайда. Және де соңғы біріккен теорияға жол ашады. Жаңа айтып кеткендей, жалпы салыстырмалық теориямен кванттық физиканы біріктіреді. Сол екеуін біріктіру арқылы жаңа бөлім ашылуы әбден мүмкін. Гравитон егер ашылған жағдайда.